Келесі сұрақты Канаданың Торонто қаласынан Шайкым Мырза қоюда. Сұрағыңыз үшін Алла разы болсын. Ол кісі жалынды сәлемін айтып, Face Matters бағдарламамыз жайында жақсы сөздерін жолдап жатыр. Біз сіздің тамаша сөздеріңізге масаттанып отырмыз. Және бізді үнемі көріп, қолдап отыратыныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен ол кісінің көтеріп отырған сұрағы реинкарнация турасында, яғни өлген адамның жанының дүниеге қайта келіп тууы. Ол кісі реинкарнацияның жоқ екендігін қалай дәлелдеуімізге болады? Және неліктен бұндай сенім тек дхармалық діндерде бар деп сұрайды. Бұл жерде ол индуизмді меңзеп отырса керек. Жахангир сахиб, осы сұрақты сізге қоюыма рұқсат етіңіз. Иә, алайда бірінші кезекте реинкарнация концепциясы дхармалық діндерден бөлек басқа да діндерде бар екендігін анықтап алайық. Мысалы, бұндай концепция Африканың бірнеше жерінде және тағы басқа жерлерде пайда болған. Әрине, осындай сенімді ұстанатындардың ең танымалысы дхармалық діндер, әсіресе индуизм және оның барлық ағымдары десе болады. Сондай-ақ бұған буддизмді де қосуға болады. Сондықтан ең бірінші мәселе реинкарнацияның шын мәнінде жоқ екенін қалай дәлелдейміз? Және бұндай түсінік қайдан пайда болғанды? Бірінші кезекте Үндістан аумағында туған пайғамбарлар Құдайдан мүлдем басқа ілімдер, мүлдем басқа жолдаулар әкелген деу қисынға келмейді. Егер басқа діни ілімдерге, мысалы таяу шығыстағы діни ілімдерге назар салсақ, олардың айтуынша адамдар пәни дүниеге келеді, өледі, сосын қайтадан дүниеге ешқашан оралмайды. Олардың жолдауы осыған саяды. Яғни бұл дүниеден кейінгі өмір о дүниеде басқа түрде жалғасады. Бұл жерде рухани өмір туралы сөз етіледі. Оның табиғаты басқа және материалдық әлемге оның еш қатысы жоқ. Олардың негізгі концепциясы осындай. Алайда адамдар өлген соң жер бетіне қайта оралады және шынайы жұмақ жер бетіндегі жұмақ болады дегенге сенетін мәсіхшілердің кейбір ағымдары да бар. Бірақ олар бірен-саран. Сонымен қалайша дхармалық діндер Құдайдан мүлдем басқа ілім алған? Шын мәнінде, егер оларды оқып зерттейтін болсақ, әсіресе индуизмді, онда былай делінген: адам белгілі бір рухани дәрежеге қол жеткізуі үшін бірнеше өмірден өтуі керекті. Сонда оның рухани биік сатыға көтерілуіне мүмкіндігі болады. Кейінірек олардың кейбір ізбасарлары бұл жайды тура мағынада түсіне бастады. Олар бірнеше өмір дегенді былай түсінді: адам өмір сүреді, өледі, дүниеге қайтадан келеді, қайта өмір сүреді, қайта өледі және тағысын тағы. Ал осы айтылғанға ұқсас сөздер таяу шығыста өмір сүрген пайғамбарларда бар ма? Иә, бар. Олардың айтуынша, сендер қайтадан тірілу керексіңдер дейді. Мысалы, Иса Мәсіх алейхиссалам, кім қайта тірілмесе, Құдайдың патшалығын көрмейді деген. Бұл нені білдіреді? Бұл адам алдымен өліп, сосын қайта тірілу керектігін білдіреді. Алайда бұл адам тура мағынада өлуі керектігін, сосын қайта жер бетінде туу керектігін білдіреді ме? Жоқ, Иса пайғамбардың сөздері бұны білдірмейді. Ол басқа нәрсені айтқысы келгені түсінікті. Тіпті исламдағы Ахмадия жамағатының негізін құрушы Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмед алейхиссалам да осыған ұқсас сөздерді айтқан. Ол былай деген: сендер рухани биік дәрежелерге жетулерің үшін бірнеше өлімнен өтулерің керексіңдер. Сонда ғана соған жете аласыңдар. Сосын ол кісі: бірнеше өлім дегенім өз нәпсіңді өлтіруді білдіреді. Сол үшін өлім азабын тартқандай қиналсаң да өз нәпсіңді тыю арқылы өлтір деп түсіндірген. Осылайша әрбір нәпсі құмарлығың пайда болып қозған сайын сіз оны өлтіресіз. Сөйтіп қайтадан өлім азабын тартқандай боласыз. Сол арқылы адам Рухани жаңғырады ма? Иә, әлбетте. Сондықтан сіз бір ғұмыр ішінде бірнеше өмір мен бірнеше өлімнен өтуіңіз мүмкін. Осылайша бұл Құдайдың сізге жазған дәрежесіне жеткеніңізге дейін жалғаса бермек. Бұның барлығы адамның бір ғұмырында орындалады. Алайда Алланың пайғамбарларының Үндістандағы ізбасарлары бұны тура мағынада адамның бірнеше өмірі түрінде қате түсінген. Дегенмен бұл жерде сіздер екі түрлі ұғымның әдемі үйлесімін көріп отырсыздар. Біреуі бірнеше өмір жайында сөз етсе, екіншісі бірнеше өлім жайында айтады. Негізінде екеуі де бір нәрсе. Бір күміс ақшаның екінші жағын басқа ақша демейсіз ғой. Бұл да сол секілді. Енді реинкарнацияның жоқ екенін қалай дәлелдей аламыз? Біріншіден, келесі жайтты байқауға болады. Адамдардың көбінде бұрынғы өмірлері жайында естерінде ештеңе сақталмаған. Дегенмен бұрынғы өмірі жайында білетіндігін, бұрынғы өмірінде ол ұлы патша немесе ұлы патшайым болғанын айтатын кейбір адамдар табылып жатады. Әдетте бұрынғы өмірлерінде олар ерекше адамдар болған. Яғни бұған тарихта өте танымал немесе ұлы тұлғалы адамдар таңдалады. Бұндай мәлімдемелерге сақтықпен қарау керек секілді. Бірақ жалпылай алғанда, ешкімнің есінде оның бұрынғы өмірі жайында ештеңе сақталмағандығын белгілеп қойған дұрыс. Неліктен есімізде ештеңе қалмаған? Сондай реинкарнацияның мақсаты не? Егер дхармалық ілім бойынша біз бұрынғы өмірлерде жасаған қателіктеріміздің төлемін осы өмірде өтеуіміз керек болса,
Алайда бұрынғы өмірлерімізде қандай қателіктер жасағанымыз жайында біз ештеңе білмейміз. Есімізде ештеңе қалмаған. Онда есімізде жоқ нәрсе үшін қалайша жазаға тартылуымыз мүмкін. Тіпті сол қателіктерді біз қайтадан жасауымыз мүмкін ғой. Өйткені олар есімізде қалмаған. Бұның ешқандай мағынасы жоқ. Бұған қарсы тағы бір уәж бар. Егер сіз бұрынғы өмірлеріңіздің бірінде залым адам болсаңыз, онда сіз келесі өмірде төменгі сатыдағы тіршілік иесі түрінде дүниеге келесіз. Мысалы, жануар түрінде, немесе тіпті біреудің шегінде не асқазанында жыбырлаған құрт түрінде. Әрине бұл мысал кішкене дөрекілеу естілетін шығар. Алайда теория жүзінде сіз кез келген тіршілік иесі бола аласыз. Тіпті бактерия түрінде қайта-қайта туа беруіңіз мүмкін. Ал бұндағы басты сұрақ мынада. Әлгі тіршілік иелерінде ерік бар ма? Әлгі тіршілік иелері сондай өмірлерінен құтылып, келесі өмірде адам болып туу үшін қалайша жақсылық жасай алады? Мысалы, бактерия келесі өмірде сол қалпында қайта тумас үшін жақсы амалдар жасай алады ма? Бұл философиялық сұрақ. Оған жауап табу өте қиын. Қазіргі заманда күнәлі істер барлық жерлерде шегінен асқан. Зұлымдық барлық жерлерде бар. Сондықтан реинкарнация философиясы бойынша қазір өмірден өтіп жатқан адамдар төменгі сатыдағы тіршілік иелері түрінде қайтып келулері керек. Адамдардың саны азайып, жан-жануарлардың саны көбеюі керекті. Шындығына келетін болсақ, біз мүлдем керісінше құбылыстарды байқаймыз. Әлемде адамдарды жоғалудан қорғайтын қоғамдық ұйымдар жоқ. Керісінше біз жануарларды жоғалып кетуінен қорғауға мәжбүрміз. Олар жоғалып барады. Адамдардың саны барлық жерде экспоненциалды түрде өсіп барады. Онда олар реинкарнация жүйесінде қалайша пайда болуда? Егер соңғы замандарда олар соншалықты күнәһар болса, бұның ешқандай мән мағынасы жоқ. Қай жағынан қарамасан да, реинкарнацияның еш мағынасы жоқ. Алайда адамдар не нәрсеге сенсе де, біз бәріне құрметпен қараймыз. Бар айтарымыз, адамның бір ғана өмірі ішінде орын алатын реинкарнацияға да сенуге болады. Егер солай болса, бұны түсіну қиын емес. Бұндай түрде оны түсіну өте оңай. Ол мән мағынаға толығып, Құдай тағаланың әділдігін көрсетеді. Өйткені сіз өз өміріңізде не істегеніңіздің барлығын білесіз. Сондықтан сіз не жақсылық жасап түзеле аласыз, не одан ары аза бересіз. Ерік өзіңізде. Ал егер есіңізде ештеңе болмаса, бұны қалай жасай аласыз? Жахангир сахиб, берген тұшымды жауабыңызға көптен көп рахмет. Және Шәкір мырза, сұрағыңызға жауап алдыңыз деп үміттенемін.